Менің де балам кішкене бір дос балдармен ұрысып төбелесіп қалып еді. Соның үстіне ашумен жазып беріп еді. Келді да мына Абдулла деген бір тергеуші баламды азанға дейін ұрып, қоймайтын статьяларға қол қойдырып, мен өзім инвалидпін, кішкентай балам немерем инвалид. Осының ізінде әлі жүрміз. Ұрған бала кешірім беріп тұр. Ана Абдулла деген тергеуші 3 опырмен баламды ұрып, баламды есалаң қылды. Мінекей, қаяқтан заң қайда? Ақиқат қайда мына жерде? Ақиқат керек біздерге, ақиқат керек. Мойындамайды, ешқандай да мойындамайды. Қазір Абдулла деген кісі шықты. Мен 5 миллион, мен өзім квартирада тұрам, Талғарда, Кеңдала, Разолияда тұрам. Квартирада тұрам, сол жерде 26 жыл болды. Үйімді мына аппарисама немен жүрмін, аппаратпен жүрмін, бүйрегімді алып тастаған. 2018-ден бастап осындай ауруға шаталдым, рак ауру. Каратинский рак ауруда жатырмын. Мінекей қазір сотқа келдік. Абдулла деген баламның қолын қанша минимальсына ұстып беріп, қанша ұрып, 3 опырмен ұрып, куәларымыз бар біздердің. Куәларымыз бар. Сот ақиқатын шешсе екен дейміз. Кешіріңіз, қаңтарға қатысы жоқ біздің баламыздың? Қатысы жоқ. Жоқ, қаңтарға қатысы жоқ. Менің өзім балам отдельно деп жатырмын ғой. Бұл тергеуші қандай ұрып статьялар қойған, мойнына ауыр статьялар қойған. Бұл баланың ұсынған жері жоқ. Тергеушінің үстінен жазбадыңыз барсыз? Мен заң законды білмеймін. Онда адвокат алыңыз. Жазатын едім. Тегін адвокат береміз. Тегін адвокатым бар, адвокат. Жоқ, бұлардың адвокатына сенбеңіз. Жоқ, адвокатым. Ана адам құқықтар жөніндегі комитет бар мына жерде. Солар тегін адвокат береді. Маған заң законды шешіп берсе екен деймін. Жақсы. Абдулла деген адам мені күйдіріп баламды психонавайда қылып тастады қазір. Арты таза баламның. Я бұрын сотталмаған, я бұрын біреуді өлтірмеген. Адам өлтіргеннен жаман болып тұр мынау. Бала кешірім беріп тұр. Жақсы, телефоныңызды беріңіз, көмектесеміз. Міне, слот бар екен. Баламды ұрып, қол қойдырды, керек емес. Заң законға қол қойдырды. Керек емес статьяларға қол қойдырды, ауыр статьяларға. Қол қойып қойдың ғой, қол қойып қойдым. Бірақ бас тарта аласың соттың кезінде. Сот жоқ, сот әділ емес. Біздікі әйел кісі, әділ емес ол. Ауыстырыңыздар деп біз арыз жаздық. Оны ауыстырмаймыз дейді. Наурызбай бойынша 2 сот. Кім? Аралассаңдаршы мына іске, қараш. Наурызбай бойынша 2 сот. сот. Қолын көрсеттім міне. Міне қолы. Кеш. Свете, не керек болса міне кел. Әділ жоқ. Не болды ғой? Мен басқа... Қолын кескен ғой, енді не істейді? Ақша талап етіп ұрды, қол қойдырып алды туалетте. Мен 191-дің 2-сімен ауырмен, 194-дің 2-сімен. Тергеуші, Абдулла Айтжанова. Типа, ана, тартып алдым, біреудің каспиін тартып алдым, сөйтіп қойдырып жіберіп жатыр да. Құдай жоқ, адамдар ғой, құдай жоқ. Ертең погондары құлайды. Көшеде адамбыз. Мәңгілік отырмайды мына жақта.